ғана мектебім, табалдырығым аттадым. Әліппені қолға алып, әріптерді жаттадым. Партаға алғаш отырдым, бодан асқан бақыт жоқ. Оқушы болдым, өнеке ойнауға уақыт жоқ. Ескендір, біздің мектебімізде өзгерістерді көрдің бе? Яды насыл, бұрынғы ескі ғимараттан ештеңе қалмаған. Бәрі жарқырап заманауи болып кетті. Мен де бірінші рет мектебімізге кіргенде өз көзіме өзім сенбедім. Осындай өзгерістерден кейін мектепке келуге асығатын болдым. Иә, білім алуға барлық жағдай бар. Жүр досым, сабаққа барайық. Бар қызық қалды. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Торабекова Дидар Досымханқызы. Осы мектепте қызмет жасап жатқаныма 4 жыл болады. Алғаш мені қабылдап алған мектеппен қазіргі күрделі құрылыс жұмысынан өткен мектеппен салыстыруға мүлдем келмейді. Өйткені кіре берістен бастап спорт зал, асхана, кітапхана, сынып бөлмелері жаңа, заманауи технологиялармен жабдықталған. Сондай-ақ адал азамат бағдарламасы бойынша қоңырау кезінде балаларға жақсы, қауіпсіз жағдай жасақталған. Жалпы алғанда жаңа бейнесіне енген мектебімізден талапты, білімді, елін сүйетін азаматтар көп болуын тілеймін. Здравствуйте, меня зовут Ахметова Динара Артуровна, я учитель биологии. Хотелось бы сказать, что в этой школе я уже работаю 3 года, и за эти 3 года мы замечаем существенные изменения. Капитальный ремонт привнес нам, кроме вышеперечисленных кабинетов и изменений, также кабинеты биологии, физики, химии. Они оборудованы современным оборудованием. Например, в кабинете биологии у нас установлена гидропоника. Это прибор, при помощи которого мы можем выращивать растения без почвы. Благодаря всем этим нововведениям и цифровизации наши дети не только являются получателями информации, они также ее добывают самостоятельно, реализуют, анализируют. Мы используем различные лабораторные работы, демонстрационные работы, при помощи которых дети могут развиваться. Сейчас школа стала новой образовательной платформой, благодаря которой наши дети могут реализоваться в будущем.